Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің сіздермен қарайтын тақырыбымыз 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс. Яғни көтерілістің шығу себептерін барысын қарайтын боламыз. Оған дейінгі қазақтардың жағдайына келетін болсақ, 1907 және 1912 жылдар аралығында қазақ жеріне 2.400.000 адам келіп қоныстанды. Яғни орыстар соншама адамдарды қазақ жеріне келіп қоныстандырды. Оған байланысты қазақ жерінен жалпы өте көп көлемде жерлер тартып алынды. 1916 жылы қазақтардан тартып алынған жерлер 40 миллион десятина жерге жетті. 1917 жылы 45 миллион десятина жер тартып алынған екен. Осы кезеңдердің өзінде 1913 жылы қазақтардың өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп бізде ұлт зиялыларының ішінде Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен екен. Яғни бұлар қазақтарға жер жетіспейді, өткен жердің бәрін не істеп жатыр, орыстар тартып алып жатыр. Енді бұл көтерілістің басталу себебіне келейік. 1916 жылы көтерілістің басталу себебі. Ең бірінші 1916 жылы 25 маусымдағы патша жарлығы, яғни Куропаткиннің жарлығы. Бұл жарлық бойынша 19 және де 43 жас аралығындағы 500 жігітті, 500-ге тарта жігіттерді дала және де Түркістан өлкелерінен тыл жұмыстарына алу, яғни окоп қазу деген сияқты тыл жұмыстарына алу, осы шыққан, осы 1916 жылғы 25 жылғы маусымдағы жарлығы көтерілістің басталуына бірден бір себепкер болған нәрсе. Екіншісі Куропаткиннің, яғни Куропаткиннің 23 тамыздағы құпия жарлығы. Бұл құпия жарлық бойынша жалпы байлардың, ақсүйектердің, жаңағы дін өкілдерінің, сонымен қатар билік басындағылардың балалары тыл жұмыстарынан босатылсын деген құпия бір жарлық шыққан. Осы жарлықтан кейін 1916 жылы бізде ұлт-азаттық көтеріліс бола бастады. Енді бұл көтеріліс басталған кезде, яғни жаңағы бірінші себеп бойынша 1916 жылғы 25 маусым бойынша тыл жұмыстарын алып кету. Бізде ұлт зиялыларының пікірі екіге бөлінді. Біріншісі революцияшыл демократиялық зиялылар, яғни Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Меңдешев сынды ұлт зиялыларымыз бұлар яғни көтерілістің болуын қолдады. Ал либерал демократиялық зиялылар Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлихан Бөкейханов сындылар, бұл кісілер көтерілісті болмасын деді. Яғни жаңағыдай тыл жұмыстарына жіберейік, басылсын, кішкене тыныштық болсын. Сонымен қатар елдің керісінше автономиясын құруды мақсат ету үшін солай айтқан болатын. Осы кезде Міржақып Дулатұлының мынандай сөзі бар: жұрт сендей соғылды, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Яғни бұл кезеңдердегі қазақтардың жалпы жағдайының қандай қиын болғандығы туралы бізге осы сөздер арқылы жеткізіп тұр екен. Енді көтерілістердің ірі орталықтарына келейік. Негізгі ірі орталықтары Жетісу және де Торғай облысы. Жетісу жерінде көтерілістің басталуына келетін болсақ, жалпы тамыз айында 1916 жылы тамыз айында 5000 көтерілісші Жетісу жеріне тиесілі Қарқара жәрмеңкесін толықтай басып алды. Бұл жерде Жетісу жеріндегі көтерілістің ірі ошақтарының көтеріліс басшысы Бекболат Әшекеев болған. Сонымен қатар осы Жетісу жерінде орналасқан Қарқара уезінде Мәмбетов пен Саурықов болса, Меркі ауданында Қосанов бастап отырған екен. Және де бұл көтерілістің нәтижесінде жеңіліс табылды. Себебі көтеріліс бытыраңқы түрде болған. Бытыраңқы түрде. Сонымен қатар көтеріліс басшысы Бекболат Әшекеев Боралдай алысуында дарға асты. Бұл дарға асу себебі жаңағы адамдарға көтерілген кезде қандай бір жағдайға түсетіндігі туралы, қалай жазалайтындығы туралы бір жазаның көрсету түрі болған. Сонымен қатар Мәмбетов түрмеде 12 серігімен бірге азаптап өлтірілген екен. Осы Жетісу көтерілісінен кейін, осы көтерілістің нәтижесінде соңында 347 адам атылып, 168 адам жер аударылып, 238 мың адам Қытайға көшіп кеткен екен. Яғни Қытайға жер аударылып көшіп кеткен екен. Және де екінші бір ірі орталығы ол Торғай. Бұл кезеңдерде жаңа Торғайдың халқы
Торғай облысының ханы ретінде Жанбосыновты сайлаған еді. Ал жалпы Торғайда өткен көтерілістің басшысы ол бізде Амангелді Иманов болған. Сіздерде хан кім болды десе Жанбосыновты белгілейсіздер, ал көтеріліс басшысы кім болды десе Амангелді Имановты белгілейтін боласыздар. Жалпы бұл көтерілістің бастауы неден басталды? 15 мың көтерілісші ең алғаш Торғайды келіп қоршаған. Көтеріліс жағынан ең ұзаққа созылған және де ең үлкен бір ауқымды жерді алған және де сондай бір біріккен болған көтерілістердің бірі осы Торғай көтерілісінің бірі, өте ірі орталығының бірі. Кейіннен 15 мың көтерілістен кейін көтерілістердің саны 20 мыңға дейін жеткен екен. Ал бұл Торғайда көтерілісшілерді басу үшін, бұл көтерілісті басу үшін Лаврентов деген жазалау отрядын жіберіп отырған екен. Және де бұл Лаврентов басқарған, осы кісі басқарып отырған 9 мыңнан тұратын жазалаушы отряд, осы отрядпен біздің көтерілісшілердің арасында Доғал-Үрпек, Батпаққара, Аққұм жерінде шайқастар өткен екен. Бұл шайқасында бұл Торғай көтерілісі негізінен жаншылған. Бұл жерде ерекше көзге түскен Амангелдінің серігі Кейкі Батыр. Кейкі Батыр Амангелдінің серігі деп келеді. Серігі, яғни Кейкі Батыр. Жалпы негізінен бұл екі көтерілісті де жеңілді деп айттық. Жеңілу себептерден келетін болсақ, ең бірінші бытыраңқылықтың және де өзара ұйымшылдықтың болмауының әсерінен, қару-жарақтың және де тұрақты армияға қарсы күштің жеткіліксіздігі. Өйткені бізде білеміз, бұратана халық пен тұрақты жазалау отрядтарының армияның арасында болып жатыр. Бұратана халықта әрине қару-жарақ жеткіліксіз немесе жоқ деген сияқты тек қана өздері ғана бар. Ал тұрақты армияда міндетті түрде олардың қару-жарақтары бірге болады екен. Енді сонымен қатар ұлттық демократиялық зиялылардың арасында бірліктің болмауы. Біз жаңа айттық қой, жалпы біздің зиялылардың өздерінің пікірінің екіге бөлініп кетуі. Соның ішінде күресті қолдап отырған зиялылардың өздерінің арасында да бірліктің болмауының әсерінен. Және де кейбір бай манаптардың, яғни байлардың көтерілісшілерді өз мүдделері үшін сатып кетіп отыруы. Осы бастапқы кезеңдерде көтерілісті қолдап, кейіннен сатып кеткен де байлар болған екен. Осының нәтижесінде Жетісу және де Торғай ошақтары бізде жеңіліске ұшыраған екен.